Arkadaşlar bugün bizde короче мен кухняға обзор жасаймын. Let's go. Короче достар, ең бірінші вот менің бешбармақ пісірдім, бірдеңе пісірдім. Короче бірінші осындай нәрсе, короче ыдыс жуатын анау мынау. Сосын ана жерде осындай нәрсе, сосын андай шкаф, короче бәрін ішім сосын түстім. Андай ана жерде вилкалар и мына жерде осындай, короче, мындай ана жерде компьютер, ана жерде кукуруз тұр, ана жерде попкорн тұр, короче, ана жерде шоколад тұр. Сосын ана жерде короче бұл жерде осындай не дейді, тамаққа қосатын тұз, анау каша, осындай. Ана жерде тамақ пісіп жатыр, осындай бешбармақ бірдеңе. Ана жерде нан тұрады. Ал ана жерде осындай шкаф, осындай салфетка, осындай, ал төбеңге осындай нәрсе, кеселер, короче. Астында осындай, төбесінде, короче, андай нәрсе бұл жер, и холодильникте осындай, атын ұмытып қалдым, андай кетчуп, майонез, короче, мынау бірдеңке, мынау сүт, мынау айран ішіндегі мынауынан, короче, сондай, ана жерде жұмыртқа, ана жерде анамнан, ана жерде май, короче. Енді асты жақта ол енді еттер, осындай еттер, осындай стол, короче. Вот ана жерде гүл тұрады, и потом осындай, вот, андай шоколад па бір, қандай еді? Короче, білмеймін. Осындай чай, ана чай ішкенбіз. И амусыз осындай, короче. Оқайын, короче, осының екінші этажында осындай пакеттер. Пакет толып қалды. Қысың осындай нәрсе. И андай вот осындай салфетка, короче, заварка ішінде, короче, находить көрсін. И вот осындай бәрін істедік, короче, бұл мынау негізі стеколодан жасағымыз, короче, андай ғой, алынатын клей ғой, вот клейден жабыстырғанбыз. Вот ана жерге кеселер жуып қойғам. Потом андай ана жерде нан пісіп жатыр ма, иә. Короче, нан илеп жатыр мама. Бірақ кетіп қалыпты, короче. Ана жерде осындай столка, потом осындай. Вот біздің обзорымыз бітті. Короче, 3 минут болды. Всем пока. Лайк басып кетіңдер, арнаға тіркеліп кетіңдер. Вот новый арна. Негізі менің бұрынғы арнам бар, нолдан қызыршасын деген. И олда менде 12 000 подписчик бар еді. Бірақ қазір мен новый аккаунт ұсынып ол аккаунт кетіп қалған. Телефон ұсынып қалған, сосын ютубта кетіп қалды, бәрі кетіп қалды. Всем пока. Неге обзор жасап кетейін.